Күннің адам үшін маңызды жарық және жылу көзі екендігін, ал жұлдыздар өте жақсы бағдарлаушы екендігін ешкімге түсіндірудің қажеті жоқ. Бір кездері күн мен жұлдыздар ғылыми пікірталастың құралы болды. Міне сол кезде астрономия ғылымы пайда болды. Астрономиялық құбылыстар көбінесе табиғатпен байланысты болды. Мәселен, Сириус жұлдызының жаңаруы Ніл өзенінің толысуымен сәйкес келеді. Алғаш бұл дінмен байланысты болды. Жұлдыздар мен күн жайлы білу кейде адамдардың басқару құралына айналды. Ежелгі Мысырда абыздар күннің тұтылуын болжай алатын және оны ресми түрде құдайлар қаһары деп түсіндіретін. Орта ғасырлық астрономдардың басты мақсаты болып жатқан құбылыстардың заңдылығын анықтау және олардың сызба нұсқасын жасап, болашаққа болжам жасау, қайталау уақытын анықтау болды. Бірақ ол біздің уақытымызға дейін аспан денелерінің қозғалысын реттеп отыратын механизмді анықтағанша мүмкін болмады. 20 ғасырда бізге ақыры жұлдыздардың неден жарқырайтыны белгілі болды және біз толық бүкіл әлемнің тарихын зерттей бастадық.